Кеш жарық достар, қалдарыңыз қалай? Қазір каникул, балалар үйде, оның үстіне сезім келгелі. Біздің қазан всегда қайнап тұрады, осындай бардақ постоянно болады. Неге десеңіз, ол Англияда қазақша кухняны қатты сағым келді. Ол жақта енді білесіздер, ет қымбат, жалпы өмір сүру ол жақта қымбат, арзан емес. Ойбай, Рабиюшка, кім? Хан, Рабиюшаға бар. Сондықтан анашым самса етпен, самса сырмен, палау, манты, қуырдақ бәрін пісіріп қойыңыз деп тапсырыс берген екен. Біз күнде енді осы ас бөлмедеміз. Менің тұрақты оқырмандарым табағымды тандыңыздар ма? Стажы менде ғой. Мен келіндік стажда қаншамын, сонша бұл табақ. Негізі жалпы үйде тамақ пісіресің ғой, бірақ балалар неге екені белгісіз. Енді сіздерде де бар шығар. Міндетті түрде дүкеннен чипсы алады, кирешки алады, енді сухомятка, кола-мола деген сияқты. Кейде рамен да алып ішіп жатады. Хотя үйде осындай неше түрлі тағам пісіресің.